Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін табада пісетін нанның рецебімен бөліскім келіп тұр. Ыдысқа кішкене сәл ыстықтау суымызды құйып аламыз. Жарты кесе майымызды, біраз қасық тұзымызды, жартас қасық қантымызды саламыз, дрожжымызды саламыз. Мен кішкене сүт қостым. Сүт қоспасаңыздар да болады. Осылай ұнымызды салып, сразу илей беремін. Негізі жаңағы дрожждарды бәрін салып болған соң күтсеңіздер болады, дрожж көтерілгенше бір 5-10 минуттай күтсеңіздер болады. Бірақ та мен күтпей сразу ұнды салып ашыта беремін. Осылай илеп болған соң бетіне салфанымызды жауып бір сағатқа күтеміз. Бір сағатта нанымыз көтеріліп болған соң кішкене күлшелеп, кішкене бөліктерге бөліп қоямыз. Содан кейін табамызды қыздырамыз. Қызған табамызға кішкене ғана майымызды құямыз. Міне осылай азғантай май құямыз. Содан кейін күлшелеп қойған нандарымызды қолымызбен басып кішкене осылай қызып тұрған табамызға саламыз. Екі жағын қызарғанша аунатып пісіріп аламыз. Енді баяу отта пісіресіздер, өте баяу отта. Бір нан 10 минутта, 10-15 минутта дайын болады. Дәмі өте керемет, жұмсақ болып піседі. Жасап көріңіздер қыздар. Міне менде жаңағы ашытқан наннан 5-6 штук дайын болды. Мына жерде міне байқасаңыздар, міне осындай қып-қызыл болып піседі. Өте аппетитный. Қыздар, жасап көріңіздер, ерінбеңіздер. Өте дәмді. Назарларыңызға рахмет. Егер менің видеом сізге ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңызды сұраймын. Рахмет.